15 Navruz Şejire күні. Бұл күні әрбір отбасының жеті-ақтасы айтылып, шежіресі тарқатылады. Бүгінгі біздің колледжде шежіре күні студенттер мен мұғалімдермен өзінің жеті-атасын біле ме сұрастырып көрмекшіміз. Камила, өзінің жеті-атаңды айта кетсең. Төлеке Байқадам Белгібай, Төкен Нөкербек Райымжан Ерболат. Өте керемет. Студентіміз Қарлығаштан өзінің жеті-атасын сұрай келсек. Жұмсағұл Назар Бөкей Тойшыбек Серғазы Мамат Себетхан. Өте керемет. Қазіргі кезекте колледжіміздің бөлім меңгерушісі Гүлмира Памхановнадан өзіңіздің жеті-атаңызды сұрай келсек. Менің жеті-атамды айтатын болсам, Қуандықхан, Төлеуғазы, Құрманғалы, Төлепберген, Бекжан, Текжан, Майшоқов. Өте керемет жұмат. Келесі біздің студентіміз сұлуды сымбатты Диас мырзадан өзінің жеті-атасын сұрай келсек. Тілек Амантай Сағидан Аматбай, Бөрібай Сағидан Нұрғали. Қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Нұрсұлу Маратовнадан өзінің жеті-атасын сұрай келсек. Мәмбетқұл, Баубек, Қаратоқа, Селдібай, Сабырбай, Симбай. Өте керемет жауап. Рахмет. Келесі біздің студентіміз Ұлжаннан өзінің жеті-атасын сұрасақ. Сары Әуен Шонай Жанболат Оспан Рахбай. Келесі біздің студентіміз Ұлан деген красавчик жігіттен өзінің жеті-атасын сұрай келсек. Әлем, Қабдырахман, Ахметжан, Көлебай, Үмбет, Жүкбай, Анам. Әдем жігіттен әдем жауап. Біздің колледжде шежіре күні тамамдалды. Сау саламатта болыңыздар.